Жертөле базарды күттім. Господи Иисусе, көтерілу керек. Базарим. Что такое? Мынау не? Мынау. Кәмпит, да? Орехтан жасалған ба? Неге? 800 мен 8000 деп тұр. Жеп көрмеппін. Талқан ала салайыншы. Талқан. Мынау бидай талқан ба? Тарыны. Тарыныкі, да? Бидайдікі жоқ, иә? Жарайды онда. Да? Так, нан аламын. Идем дальше. Сырочки, где сыр? Қайтарда алыңыз, қайтарда алатыңызды алып келіңіз. Ал? Қайтарда алсаңыз болады, барып алатыңызды алып алыңыз. Жарайды. Жарайды, дұрыс айтасыз, басыңыз. Чуть-чуть положи килограмм. Килограмм. Малина әзірше, қымбат екен. Идем дальше. Вот эти очень вкусные. На утка ғой, я? Малина подарила, да? Тут все курица. Что надо купить? Сейчас я куплю. Мыло. Рыба. Маева. Минтай алып жатырмын, бір келі. Бір келіге 3 балық келеді екен. 1390 теңге. 1390, нормально, да, штука. Взяла минтай. Бір келі, 3 минтай. Дальше уже фрукты идут. Тут тоже карась вкусный. Карась видели, да, сазан. Карп. Семга, трибуналы. Супчик стилбреведа. Тут минтай, 1200 оказывается. Это уже баскаджи. Вот эти брюшки самые вкусные. Вообще самая вкусная еда, это где брюшка, да, и кабыргада. Поэтому мы хазы делаем, да.
взять, что ли. В следующий раз возьму. Могу плотно вешать. Брито брюшко, духовка, картофельное сердце. Вау! Ой, ребеночек, осторожно. Марина везет 2000. Даже ладно, продают. Сочки. Анжақта тоже балық бар екен. Свежая рыба дейді. Еттер, тауық еті. В следующий раз как груз болып кетеді. Овощи. Анжақ тоже овощи. Все. Шапағаттың ішіне кіремін енді. Сосын. Помидор қанша килограмм? 1 кило. 1 кило помидор. Kurpetau, индейка, свинья. Қараңыз қандай аяқта. Моя. Kurpetau етін жеп көрген жоқпын. Зато осы ой, етін жеп көрген. Шығамыз базардан. Тут тоже курица, везде курица. Через курьера я передал. Приправа нам нищатаса. Что мне надо? У меня есть все. Енді шапағаттың ішіне кіреміз. Қараңыздар, мындай демалатын. Орындық емес, қалай айтсам екен. Качели. Жайып отырмайсың, ырғалып, тербеліп отырасың. Шапағат, тут тоже таптаты есть. Шапағаттың ішіне кіреміз. Бұның ішінде де тамақ. Тамақ базарында адам ылғи көп болады. Вот киім базарларында адам жоқ. Тамақ. Бұның ішінде де сондай тамақтар. Мына жақ овощи. Екінші тағы білмеймін ғой. Мына жер колбаса, сүт өнімдері. Біз ет жаққа бара жатырмыз. Колбасаның нищатасы. Biz ет бөліміне бара жатырмыз. Чесночный колбаса салат. 1790. Сало. Bayram. Мусульманский. Сырттан алармын мен тақап. Нан алу керек үшін маған да жерде. Нан бар екен. Макарон өнімдері. Ет. Еттің ішіне кірдік. Молодец, с пирогом. Килограммы, да? 2300. А гуляштар қанша килограмм? Олар майсыз 2700. 2700 майсыз, поэтому 2500, 2450. Вот камыш. Қанша килограмм? 70. Былай шолып көреді ма? Камыш. Жақсы башылардың еті 2300. Сочный.
Очень совсем. Мына жақта қой неті. Килограмм қанша қой? 2700'ден. 2700-ден да. Өткенде қой еті деп осы жерде маған ешкі етін берген екен. Бұл жерде ешкі еті сатылмайды, Піспейді, піспейді вообще. Құйрық. Маған керек бұлар емес. Бәрін алғым келеді. Маған керек жоқ еті. Жылқы еті келіңіздер. Сіздерде шек бар ма? Шек сатар. Қаншадан? Жағынан Бір несі ма? метрі. Метрі 1500. Канина, канина. Жарты метр сатпайсыз ба? Жарты метр. Менде маленький. Жылқы еті келіңіздер. Целый. Шек қаншадан сіздерде? 1500, 2000. 1500-2000. Шек сатасыздар? Қанша килограмм? 2000 метр. Жарты метр сатпайсыздар ма? Метр метр. Только метр. Метрами. 1500, да? Это у всех, значит. Шарна сатылас, и метр шик сатылас, 2000-ға. Мына жақтан сіз. И работа. Шек 2000 метрі, да? Искусственный шек 700'ден. Түсінбедім. Искусственный шек бар 700'ден. Нет. 2000, да? Отдельно ет. Шек қаншадан сіздерде? Шек 2000, да? Бір жерде 1500, бір жерде 2000. Ne жерден? Тазға қанша? 2000 керек. Қанша керек? Маған мынандай керек. Жарты. Метр сатпайды ешкім. Неге? Кесілмейді, 1 метрден сатыласы бәрі. Да. Оны қатырып қойға бола ма? Потом. Мысалы мен қолданам кішкентай ғана, да? Азбай қойып. Давайте бір қазыныкын тақта. 2000 екен, қазын шек. Представляете, қалай? При входе есть кафешка. Кафешка, да? Кафешка, тарта. А я пошла домой, все. Вот накупилась, закупилась. Все. Здесь такие красивые дома, высотные. Автобус күтіп отырмын. Что я тут? Здесь хорошо, удобно. Скамейка снимаешь, казарма, утро берется. И вот так вот ждешь. Это проспект Бугенбай, Бугенбай-Дангол. Молочные продукты. Я купила йогурт, они, по-моему, по 350 все. Если не дешевле. Это йогурт свежий. Производится. Қажеттен шығады қазір айтайын. Осакаровка деген жерде шығады. Осы Астананың маңында. Сүт алдым. 2%, тоже 350 ма, солай тұрады. Дүкеннен әлдеқайда арзан болды. Айран алдым. Ертең беляш пісіремін. Май алдым. 3400 килограмм. Мұны мен женки алдым. Осакаровская масло. Дәмін көрем, сосын сіздерге айтамын. Нан алдым. Жүп жұмсақ қара нан. 190 теңге. Так. Пирожочки алдым. 250 теңгеден. Жаңа піскен. Екеуі с ливером, біреуі с картошкой. Екеуі с ливером, біреуі с картошкой. Алдыма салып қойып. Ұлы. Чесночная колбаса стоит
600 теңгеге алдым осыны. Қараңыздаршы, нормально, да? Жылқының шегін алдым. 1 метрі. Қазға арналған шек, яғни үлкен шек. 2000 теңге. Вот, қымбат, иә? Жас алдым. Қылтаны жоқ. Майлы емес, иә, бұл бал. Бәрі білет шығар. СССР кезде осыны жетті. Килограммы 1200, 1 килограммға 3 балық келді. Бізге жетеді осы. Сосын қалқан алдым, тарының қалқаны. Жарма дейміз, қалқан дейміз, жем жасаймыз. Мына біреуі білмеймін, қанша грамм екен. Біреуі 500 теңгеден, мен 1000 теңгеге екеу алдым. Майдың дәмін көрдік, дәл ауылдікіндей емес, иә? Ну, нормально, пойдет. Жентке пойдет. Чем сливочный май, ол қымбат, және ол су болады. Ана ерткен кезде жартысы су болады. Енді одан жақсы шығар. Жентке жақсы деп ойлаймын. Неке осы бүгінгі біздің балалар тамақ жеп жатыр. Қалай екен, пирожок қалай екен? Северім. Қалай дәмді май бұл? Дәмді. Да. Мінеке нан, қара нан, свежий деді. 192 ауым с картошкой жеп жатыр. Картошкасын жемейді, оған нан ұнайды, да? Не қалай екен, колбаса? 600 теңгеге алдым, бір палочкасын кішкентай. Әдемі. Свежий, дәмді. Чесночный. Асакаровканы қаудым тоже. Неке осы менің базарлығым осы. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін, видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк қойып қолдап берсеңіздер, мен сіздерге Астананың дүкендеріне, осылай базарларына шоу жасайтын боламын. Всем пока!